аталымда жүлделі 3-ші орын әр парағынан Асқаров менен Қонаев қарап тұрғандай атты өлеңдер топтамасы үшін жас ақын Нұржан Қадырәлі марапатталды. Қазір оқытамыз. Ашуға арнаған жыр шашуын қазір артынан оқып берсе. Ал енді осы аталымда жүлделі 2-ші орын біздің ардагер журналист ағамыз «Сенің сөзің асыл қымбат қазына» атты өлеңдер топтамасы және Ақжолдың 100 жылдығына арнап өзі ән жазған Байтанағали Төлентаев ағамыз марапатталды. Жүлделі 2-ші орын. Қошемет көрсетті. Ал енді дәл осы аталымда жүлделі 1-ші орын қазылар алқасының шешімімен Жамбыл телеарнасының қызметкері ақын Жұлдыз Бейсек марапатталды. Ғасырлардың мойындауы тұмардай атты өлеңдер топтамасы үшін бүгін Жұлдыз Бейсек әріптесіміз келмеді, інісі қатысып отыр. Сондықтан марапатталды.